أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла тағаланың қалауымен имам Науауидің, Алла ол кісіге разы болсын, мейіріміне бөлесін, Риядус Салихин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен ниет бабында келген хадистерді үйреніп жатырмыз. Аталмыш бапта келген келесі хадис: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه. Имам Науауи бұл жерде Саад ибн Аби Ваққас радиаллаху анхудың біраз аталарын атап өткен. Бұл хадисті риуаят еткен сахаба Абу Исхақ Саад ибн Аби Ваққас. Саад ибн Аби Ваққас деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабасы әрі туысқаны, пайғамбарымыздың анасы жағынан туысқан болып келеді. Халуху дейді, яғни анасының ағасы немесе інісі. Хал деген жалпы орысша дядя, біз не дейміз, көке дейміз бе? Нағашы, нағашы көкесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен мынау Килаб ибн Мурра деген кісі де бірігеді. Имам Науауи рахмехуллах айтады: ахадил ашаратил машхуди лахум бил джанна радиаллаху анхум. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатта деп куәлік берген 10 сахабаның бірі болып табылады. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан жалпы 270 сол шамада хадис риуаят еткен, исламға көп қызмет еткен сахаба болып табылады. 55, бір риуаяттарда 58-ші хижри жылы қайтыс болған. Сол кісі айтады, Алла ол кісіге разы болсын: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алла елшісі, қоштасу қажылығы жылында мені қатты ауырып жатқан кезде зиярат етіп келді дейді. Саад ибн Аби Ваққас радиаллаху анху қатты ауырып жатады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісіні зиярат етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеттерінен ауырған кісіні, ауырған бауырыңызды, туысқаныңызды зиярат етіп халін сұрау, және тіпті мұсылманның мойнындағы ақысы деп келетін мәселелердің бірінде де осы халін сұрау ауырған кезде осы мәселе кіреді жалпы. فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال. Алла елшісі, менің жағдайымды көріп тұрсың, мені ауруымның қандай жағдайға жеткенін, қандай деңгейге жеткенін көріп тұрсың. Яғни мен қайтыс болатын сияқтымын, ауруым қатты күшейіп кетті. وأنا ذو مال, өзің білгендей менің дүнием көп деді. Яғни ақшасы көп болады, жағдайы жақсы сахабалардан. ولا يرثني إلا ابنة لي, және менің артымнан мұрагер болып қалатын жалғыз қызым бар, басқа ешкім жоқ. Артымнан мирас алатын тек қана жалғыз қызым бар деді. Яғни шариғатта мұрадан мөлшері көрсетілген, сол мұра алатындардың қатарына кіретін жалғыз қызым бар. Ал қалғаны ары қарай не болады? Енді негізі басым көпшілігі қызына кетеді. Енді бұл кісі жалғыз қыз, одан кейін дүние көп. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрап жатыр: афа атасаддақу би thuluthi мали, мен дүниемнің 3/2-сін садақа етіп берейін бе дейді.
үштен екісін садақа етіп берейін бе? Қызыма ол көпті кетеді, яғни дүниенің барлығы. Үштен екісін Алла жолында садақа етіп беріп жіберейін деді. Қала лә, пайғамбарымыз жоқ, олай істеме деді. Пайғамбарымыз дүниесінің үштен екісін садақа етіп беруге тыйым салады. Құлту фашшатру я Расулаллах. Ондай болса, жартысын садақа етіп берейін. Үштен екісін болмаса, онда жартысын Алла жолында садақа етіп жіберейін дейді. Фақала лә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жоқ деді. Құлту фассулусу я Расулаллах. Онда үштен бірін садақа етіп берейін деді. Үштен бірін садақа етіп берейін. Сонда қала ассулусу вассулусу касир ау кабир. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үштен бірі, негізі үштен бірінің өзі көп, немесе бір риуаяттарда кабир, үлкен деп айтты. Бұл жерде енді жоқ деп тыйым салған жоқ, бірақ үштен бірінің өзі де көп деп айтты. Жалпы шариғатымызда, дінімізде, сіздің дүниеңізді сіз қайтыс болған кезде мирас етіп бөліп алатын адамдар бар. Шариғат оларды өзі белгілеп қойған, бекітіп қойған, кім қанша алатындығын. Ниса сүресінде Алла тағала баяндайды, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келеді, кімнің қанша алатындығы. Бағана юсикумуллаху фи ауладикум лиззакари мислу хаззил унсайяйн деп аят басталады ғой. Сол аятта толығымен келесі валакум нисфу ма тарака азважукум деп басталатын аятта Алла тағала мұрагерлерді баяндаған, кімнің қанша алатындығын. Кейін ар жағында кәләлә мәселесі, ол да мұраға байланысты. Ястафтунaka қулиллаху юфтикум фил кәләлә деп келетін аят бар. Сол Ниса сүресінің соңғы аяты. Сол жерде де Алла тағала баяндаған. Жалпы кімнің қанша алатындығын шариғат өзі көрсеткен. Сіздің дүниеңіз, сіз дүниеден өткеннен кейін солардың ақысы болып қалады. Сол үшін де дінімізде жалпы өлім төсегінде жатқан адамның берген садақасы, егер мен дүниемнің барлығын садақа еттім десе, немесе бағанағы пәленшеге өсиет еттім дейтін осындай сөздерді айтатын болса, ол адамның айтқан сөзі тек қана дүниесінің үштен бір бөлігінде ғана жүреді. Яғни әкеңіз мысалы қайтыс болып бара жатып, мен бүкіл дүниемді сендерге емес, мынандай мешітке, немесе жетімдер үйіне, немесе пәленшелерге садақа еттім деп айтып кетсе, оның ол сөзі дүниесінің тек қана үштен бір бөлігінде ғана жүреді. Үштен екі бөлігі ол мұрагерлердің ақысы. Демек, мұрагерлердің аузынан жырып, ешкім толықтай оны басқаға бере алмайды. Және сондай-ақ өлім төсегінде жатқан адамның әйеліне берген талағы жүрмейді. Талағы жүрмейді. Оны талақул фар дейді шариғаттың тілінде. Әйеліне мұра қалдырудан қашушының талағы дейді. Яғни ол жерде былайша айтқанда ол айыпталуы мүмкін. Не үшін әйеліне талақ беріп жатыр? Мысалы, көзі тірісінде өмір бойы жаман әйел болса, жамандығы да шындап келді, енді құтылатын кезінде, мысалы, өлім төсегінде жатқан кезде оны талақ беріп жіберсе. Оның талағы түспейді. Неге? Өйткені талағы түсетін болса, ол мұрагерліктен шығып қалады. Демек, шариғатымызда мұрагерліктен адамдарды шығару үшін талақ беру, яғни әйелін шығару үшін талақ беру, немесе артындағы адамдарды махрум ету үшін бүкіл дүниесін садақа етіп беріп жіберу, бұл жүзеге аспайтын әрекет болып табылады. Сол сияқты әлгі завещание дейміз ғой, өсиет. Өсиет деген адам дүниеден өткеннен кейін күшіне енетін құжат. Яғни мен дүниемді пәленшеге өсиет етемін. Завещаю деп орысшасында. Бұл қандай құжат болып есептеледі? Бұл адам дүниеден өткеннен кейін күшіне енетін құжат. Қазір сондай жағдайлар көп болып жатыр ғой. Үлкен қалаларда,
артында қараушысы жоқ. Үлкен жастағы әйел кісілер, әсіресе орыс ұлтынан, енді оларда бала шағасы кетіп қалады. Мысалы, баласы Ресейде, қызы Америкада бір жерде тұрмыста, үйінде жалғыз өзі, ауырады, жағдайы нашар, қарайтын адам керек. Сол кезде біреу тауып алады: сен маған қарасаң, жақсылап бағып қақсаң, мен дүниемді болғанда осы үйімді саған өсиет етіп қалдырамын дейді. Өсиет етіп қалдырамын дейді. Бірақ өкінішке қарай сондай жағдайлар болып жатыр. Оған өсиет етіп қалдырғаннан кейіннен сол ұзақтағы қызы немесе баласы тағы да басқа өсиетпен келіп тұр. Демек, ол сізге беріп болғаннан кейін артынша ол басқаға да береді. Сөйтіп кейінгісі алдыңғысының үкімін жояды. Сөйтіп алданып қалып жатқандар да бар, бірақ шынымен қалдырып кетіп жатқандар да бар. Енді тірім кезінде беріп қойсам, мені үйден шығарып жібереді деп қорқады. Қарайтын адам керек. Анау адам болса үйсіз жүр, сонымен жарайды деп, соның қызметінде болады да, қайтыс болғаннан кейін әлгі құжатпен барып, яғни екеуі барып нотариусте бекітеді, сонымен үйді өзіне қалдырады. Бұны не дейді? Өсиет дейді. Енді сол өсиеттің өзі де, егер сіз толықтай өсиет етемін пәленшеге деп жазып жіберсеңіз, шариғат келеді де, оны тек қана сіздің дүниеңіздің 1/3 бөлігінде ғана жарамды етеді, өсиетіңізді. Басқасында жүрмейді. Неге? Өйткені мұрагерлерді шариғаттың өзі бекітіп қойған. Мұрагерлерді шариғаттың өзі бекітіп қойған. Сол үшін де бізде кейде қайтыс болған кісінің, мысалы, дүниесінен алып туысқандары қайтыс болса, садақа беріп жатады. Қайтыс болды, мысалы, қорасында мал байлаулы тұр, барады бір қойын сойып, немесе қошқарын сойып, немесе өгізін сойып, немесе жылқысын сойып, сөйтіп асына дайындалып жатады. Сол дұрыс па? Ол дұрыс емес. Неге? Өйткені артында қалған әлгі жылқы, қой, сиыр деген нәрселер, оның барлығы мұра. Мұрагерлер бар, мұрагерлердің разылығынсыз оны пайдалануға болмайды. Әсіресе артында қалғандар жас балалар болатын болса. Олар разылығын бере ала ма? Әлі балиғатқа жетпеген, разылығын бере алмайды. Сол үшін де, егер ондай кезде туысқаныңызға жаныңыз ашып жатса, онда оның қорасындағы малды емес, сіз өзіңіз басқа мал алып келіп, немесе бағана туысқандар болып жиналып, басқа мал алып келіп, сөйтіп сою керек. Және сондай-ақ, енді бір жағынан сол кісінің жолын берсін деген ниетпен істейді ғой, бірақ бәрібір шариғаттар арасына салғанда ол да дұрыс емес. Мынау біздің үлкен кісілер, әжелер, мысалы бір әжеміз 80-90-ға келіп қайтыс болса, сол кісінің жүзігі бар, сақинасы бар, білезігі бар, соларды алады да, алып бөліп береді. Келініне береді, анаған береді, мынаған береді, саған жолын берсін деп, сөйтіп бөліп береді. Негізі сол дұрыс па? Ол да дұрыс емес. Неге? Өйткені алтын, күміс, оның барлығы ақша, оның барлығы дүние. Ал ол дүние кімге қалады? Дүние мұрагерлеріне қалады. Дүние мұрагерлеріне қалады. Сол үшін де адам өлім төсегінде жатып, осындай садақа етіп бердім дейтін болса, немесе әйелін талақ ететін болса, немесе тірісінде завещание жазып қойды, бірақ ол бәрібір тірісінде жазып қойғанмен әлгі құжат қандай кезде күшіне енеді, қайтыс болғаннан кейін күшіне енеді. Сол үшін де оның барлығында шариғатымыздың қойған осындай шектеулері бар. Тек қана адам тірі болса, тірі күнінде, сау күнінде, егер дүниесінің 3/2-сін, дүниесінің жартысын, тіпті дүниесін түгелдей садақа етіп беремін десе, шариғат оған тыйым салмайды. Неге? Өйткені ол сол дүниенің толық иесі. Ал енді мына жерде өлім төсегінде жатқан кезде
қолынан шығып кету қаупі бар. Былайша айтқанда енді ол міне сәл уақыттан кейін, аз ғана уақыттан кейін ол дүние оның қолынан шығып кетейін деп жатыр. Көзі тірі кезінде, өзінің сау кезінде сараңдығы басым болды да садақа бергісі келген жоқ. Енді өлетініне көз жеткен кезде болды ғой, бұл дүниені пайдалана алмаймын ғой, одан да артымнан сауап болсын деп өлім төсегінде жатып, олай садақа етіп адам бере алмайды. Садақа етіп қашан бере аласыз? Сау кезіңізде, әлі алдымда талай асайтыным бар, жасайтыным бар деген сияқты үмітіңіз бар кезде, дүниеге деген жүрегіңізде қызығушылық болып тұрған кезде, сол кезде сіз толықтай садақа етіп бере аласыз. Толықтай. Әбу Бәкір радиаллаху анху білесіздер, бүкіл дүниесін садақа етіп жіберді. Умар радиаллаху анху жартысын садақа етіп жіберді. Ал енді өлім төсегінде жатқан кезде сіздің іс-әрекетіңізге шектеу қойылады. Іс-әрекетіңізге сондай шектеу қойылады. Сау күніңізде әйеліңізге талақ берсеңіз, талағыңыз түседі. Өлім төсегінде жатып әйеліңізге талақ берсеңіз, талағыңыз түспейді. Неге? Өйткені бұл жерде енді мұра мәселесі бар. Демек, шариғатымыз 1/3 ғана сіздің тасарруфыңызды, әрекетіңізді қабылдайды. Оның өзінде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көп деп жатыр. Рұқсат етілгенмен, сол үшін де ғұламаларымыз айтады, олай істемеген абзал дейді. Нежелательно дейміз ғой, орысша айтқан кезде. Қазақша айтқанда олай істемеген дұрыс. Ибн Аббас радиаллаху анхума айтқан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3-тің өзі көп деп тұр, сол үшін адамдар 4/1 түссе дұрыс болады деген. Әбу Бәкір радиаллаху анху садақа етіп беретін кезде, қайтыс болудан алдын, мен өзіме Алланың өзіне бекіткен үлесіне разы болдым, 5/1 садақа деген. Білесіздер ғой, соғыстан олжа түскен кезде соның 5/1 жайында Алла тағала не дейді? وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. Біліңдер, соғыстан түскен олжаның 5/1 Аллаға, Алланың елшісіне дейді. Яғни 5/1 пайғамбарымыз саллаллаху алатын болған. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы кедей болмаған. Пайғамбарымыз кедей болмаған. Пайғамбарымыздың қолында дүние болған, бірақ сол дүниені таратып жіберіп, өзі зухудтық өмір сүрген. Яғни тойып тамақ жемеген, үйінде апталап тамақ істелмеген, біздің тамағымыз, асымыз 2 қара болатын еді дейді, сумен құрма. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда сонша дүние болды. Негізі, мысалы, бір соғыста қанша олжа түседі? Көп түседі. Соның 5/1 пайғамбарымыз саллаллаху алатын болған, бірақ пайғамбарымыз алғаннан кейін оны сол күннің өзінде таратып жіберетін болған. Әбу Бәкір радиаллаху анху айтады, мен сол артымнан садақа етіп қалдыруға 5/1 разымын деп 5/1 садақа еткен. Сол үшін де егер сізде өсиет жазғыңыз келсе, онда осылай 5/1 немесе 4/1 деп жазған абзал болады. Ал бірақ 3/1 дейін рұқсат. Ары қарай сіздің ақыңыз жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Ас-сулусу касир. Иннака أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». Сенің артыңда қалған мұрагерлерді бай етіп қалдыруың, оларды адамдарға телміріп, адамдардан сұрап, адамдарға алақан жайып, жүретін кедей етіп қалдырғаныңнан абзал дейді. Бала шағаңды бай етіп қалдырсаң, ол мұқтаж етіп қалдырғаннан абзал дейді. Демек, сіз артыңызда қалдырған мұраңыз үшін де сауап аласыз ба? Иә, сауап аласыз. Бірақ негізі мұра деген, мирас деген
Ол сіздің қалауыңызсыз берілетін нәрсе. Сіздің қалауыңызсыз берілетін нәрсе. Неге? Өйткені қайтыс боласыз, болды, сіздің дүниеңіз оларға беріледі. Яғни бұл жерде сіздің ниетіңіз жоқ. Садақа етіп беріп жатқан. Ол артыңызда қалған дүние. Бірақ артыңызда бала шағаңызға жететін дүние қалдыруыңыз сіз үшін қайырлы, яғни сауапты іс болып табылады. Оларды мұқтаж етіп қалдырғаннан сол абзал. Демек, сіз артыңызда бала шағаңызға жеткілікті мұра қалдыруымен де сауапқа кенелесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ары қарай айтады: وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ. Сен Алла разылығы үшін қандай да бір дүниені сарып етсең, ол үшін сауап аласың. Имам Науауи рахмаһуллах бұл хадисті ниет бабында келтіріп жатыр. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде ниет мәселесін айтып жатыр. Сен Алла разылығы үшін қандай да бір дүниеңді сарып етсең, сол үшін сауапқа кенелесің, Алла саған сауабын жазады. Тіпті әйеліңнің аузына салған нәрсең үшін де, яғни бағанағы еркелетіп отырып, мысалы қолыңызбен алып аузына бір манты салдыңыз, немесе бағанағы қарбыз жегіздіңіз, немесе қасықпен алып бір нәрсе еркелетіп аузына салдыңыз, сол үшін де сауап аласың деді. Ол ісіңде садақа болып табылады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисінде: وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. Сендердің әйелдеріңмен қосылуларыңда садақа деді. Әйеліңізге былайша айтқанда садақа беріп жатырсыз, төсекте жатып сауап тауып жатырсыз. Енді бұл деген садақа болса, сауап болса, онда төсектен тұрмай-ақ жатып алып садақа бағанағы сауап тауып берейін деген нәрсе емес. Бірақ қараңыз, бұл жерде де ниетіңіз адалмен рызықтанайын, соны қанағат тұтайын, сол арқылы нәпсімді басайын, сол арқылы көзімді сақтайын дегендей, осындай сізде тақуалығыңызға көмектесетін, тақуалығыңызды арттыруға жәрдемдесетін себептер болса, сондай себептерді ниет етсеңіз, Алла тағала сол ісіңізге де сауап жазады. Неге? Өйткені сіз жақсылықты ниет етіп жатырсыз. Және сонымен бірге ұрпақ сүйейін, ұрпағым мұсылмандардың санын көбейтсін, ұрпағым ғалым қарилардан болсын, ұрпақ сүю арқылы пайғамбарымыздың ертең қияметте менің үмбетім басқалардыкінен көп деп мақтануына себепкер болайын. Сол ұрпағымды дұрыстап тәрбиелеп, ертең «Валадун салихун яд'улах» артында қалған ізгі ұрпағының дұғасы дейді. Үш түрлі амал бар ғой, артыңыздан барып тұратын тоқтамай. Соның бірі болсын деген сияқты осындай көптеген ниеттерді қойсаңыз, сіз әйеліңізбен қосылғандығыңыз үшін сауапқа кенелесіз. Егер осындай жақсы нәрселерді ниет етсеңіз. Сол үшін де бірден бастап кетпей, бірінші ниетіңізді дұрыстап алыңыз, ниетіңізді реттеп алыңыз. Содан кейін ары қарай кіріссеңіз, иншалла, ол амалыңызда сауапты амал болып есептеледі. Ертең қияметте дәптеріңіз ашылған кезде, сол жерде мысалы бір түнде мұсылманша сауап алды деп жазылып тұрады. Сол үшін де ол сауапты да бағанағы қатты жиілете бермей, көбірек сауап тауып тұрыңыздар. Оларға да садақа беріп тұрыңыздар, оның өзі садақа болып табылады. Саад ибн Аби Ваққас радиаллаху анху айтады: «Қала фақулту я Расулаллах, ухаллафу ба'да асхаби». О Алланың елшісі, мен сахабалар кетіп,
осында өзім қаламын ба деді. Қалай болды я Расулалла, мен енді осында қаламын ба деп қайғырып сұрап жатыр. Не үшін қайғырып сұрап жатыр? Өзі Меккеде жатыр. Саад ибн Аби Уаққас радиаллаху анху, бізде оны қысқартып кім дейді? Саад ибн Аби Уаққасты Саад Уаққас дейді. Сол Саад радиаллаху анху пайғамбарымызбен Меккеден Мадинаға хижрат жасаған сахаба, яғни қоныс аударған. Енді қайғырып жатыр. Қалай болады? Хижрамның сауабы кетіп қалмайды ма? Хижрат жасадым ғой Алла разылығы үшін. Соның сауабы кетіп қалмай ма? Мен қайтадан Меккеге келіп, Меккеде қайтыс болып жатырмын ғой деп уайымдап жатыр. Пайғамбарымыз Мекке азат етілгеннен кейін Меккеде қалған жоқ, білесіздер. Қайтадан Мадинаға қайтты. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге хижрат жасаған сахабаларды Мадинаға қайтып, барлығы Мадинада қайтыс болды. Неге? Өйткені олар Алла разылығы үшін кезінде жасаған хижраттарының толық болуын қалады. Толық болу үшін олар қайтадан Меккеге оралған жоқ. Білесіздер ғана, Хунайн соғысынан кейін өте көп олжа түседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі олжаны жаңадан исламды қабылдаған сахабалардың арасында бөліп береді. Тіпті Абу Суфиянға пәленше түйе, 100 түйе, түгенше оған мынанша түйе деген сияқты. Абу Суфиян радиаллаху анху ол сол Мекке фатх етілетін кезде, немесе фатх етілгенде исламды қабылдады. Тағы да басқа да сондай тағы бір сахабалар солай енді ғана исламды қабылдады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соларға дүниенің әлгі түскен олжаны бөліп беріп жатады. Ал бірақ ансарларға еш нәрсе бермейді. Ансарлардың бұл көңіліне тиеді. Олар айтады, мыналардың қаны біздің қылышымызда әлі тамшылап тұр. Ал бұлар болса осынша дүние алып жатыр. Біз Алла разылығы үшін қанша дүниемізді сарып еттік. Меккеден Мадинаға келгендермен бөлістік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге еш нәрсе берген жоқ дейді. Кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ансарларды жинап алып, ансарларға не деді? Бірінші, өзінің оларға өткен жақсылығын айтты. Алла тағала мені жіберіп, сендер тура жолға бастаған жоқ па? Алла тағала мені жіберіп, сендерді жарастырған жоқ па? Аус пен Хазраж бір-бірімен қырылысып жатқан сахабалар еді, қырылысып жатқан тайпалар еді ғой. Алла тағала олардың жүректерін біріктірді. Тағы да басқа да сондай жақсылықтарын айтады. Сонда ансарлар, Алланың елшісі солай болды деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, енді сендер айтсаңдаршы деп. Айтпайсыңдар ма бір нәрсе деп? Сендердің де жақсылықтарың өтті ғой маған, соны айтпайсыңдар ма деп. Сонда ансарлар, міндет ету Аллаға, Алланың елшісіне жарасады, біз еш нәрсені міндет етпейміз деді. Айтсаңдаршы деді. Сені қауымың қуып жіберді, біз қабылдадық. Үйсіз Мадинаға келдің, біз саған үй бердік. Қорқып Мадинаға келдің, біз саған қауіпсіз жер қарастырдық деген сияқты осындай сөздерді айтпайсыңдар ма деді. Яғни мен оның ешқайсысын ұмытқан жоқпын деп жатыр да. Оның ешқайсысын ұмытқан жоқпын, оның барлығы есімде. Анау адамдар болса, оларды дінге қызықтыру үшін беріп жатырмын. Ал сендерді өздерің имандарыңа, тақуалықтарыңа қалдырдым. Адамдар қоймен, сиырмен, ешкімен кетіп, сендер Мадинаға Алланың елшісімен қайтуды, Алланың елшісін өздеріңе олжа етіп, Мадинаға оралуды қаламайсыңдар ма? Егер мен Меккеден Мадинаға хижрат етіп келген адам болмағанымда,
ансарлық болар едім менде, яғни сендердің бірің болар едім. Аллахумма архамил ансар, Алла тағала ансарларды өзің мейіріміңе бөле, олардың балаларын мейіріміңе бөле, олардың балаларының балаларын, олардың балаларының балаларын деп Пайғамбар саллаллаху осылай дұға жасаған кезде ансарлар кәдімгі сол жерде жылап, сақалдары су болады. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ансарлармен бірге Мәдинаға оралды. Меккеде қалған жоқ. Мекке өзінің туған жері, туған қаласы, және онда оқылған намаз 100 мың есе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға оралды. Неге? Өйткені кезінде Алла разылығы үшін Меккеден Мәдинаға хижрат жасаған еді. Енді сол хижратым толық болсын деп жатыр. Саад радиаллаху анху де қауіп болып тұр, енді Меккеде қайтыс болу қаупі болып тұр. Сомен қайғырып жатыр. Хижрат не болады енді? Мен Меккені тастап кеткен едім ғой кезінде Алла разылығы үшін хижрат етіп. Енді қалай болады деп уайымдап жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Қала иннака лан тухаллаф фатамала амалан табтағи бихи ваджха Аллахи илля здадта бихи даражатан ва рифатан." Енді біріншіден, сен қалған күннің өзінде де жақсы амалдар істесең, Алла разылығы үшін, Алла тағала сонымен сенің дәрежеңді көтереді. Яғни, сенің хижретің күймейді. Өйткені сен өз қалауыңмен өзің таңдап осы нәрсені істеп жатқан жоқсың. Алла тағала саған сауабыңды толық береді. وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. Мүмкін Алла тағала сенің өміріңді ұзартар, сөйтіп қанша адамдарға пайдаң тиіп, екінші бір адамдар сенен зиян көрер дейді. Кімдерге пайдаң тиеді? Мұсылмандарға, адамдардың хидаятқа келуіне себепкер болып солай пайдаң тиер. Қасарысқандар, исламға қарсы соғысқандар сенен зиян көрер деп жатыр. Яғни, Алла тағала қаласа сені мынау дертіңнен айықтырып, алда әлі талай өмір сүріп, сөйтіп қанша адамға пайдаң тиер, қанша дін дұшпандарына зияның тиер деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Саад радиаллаху анхуға айтып жатыр. Және шынында да солай болады. Саад ибн Аби Ваққас радиаллаху анху сол ауруынан жазылып, кейін Умар радиаллаху анхудың кезінде қазіргі Ирақ елінің мұсылмандардың еліне, жеріне айналуына атсалысады. Яғни сол джихадта қатысады. Және ғұламаларымыз 55 немесе 58-ші хижрат жылы қайтыс болған деді. Хижри жыл деген пайғамбарымыз Меккеден Мәдинаға қоныс аударғаннан бастап есептелетін жыл. Сол уақыттан есептеген кезде Саад радиаллаху анху қай жылы қайтыс болды? 55 немесе 55-58-дің арасы айтар. Нақты әртүрлі тарихшылар, біреулері 55 деген, біреулері 56 деген, біреулері 58 деген. Демек пайғамбарымыздан кейін тағы қанша жыл өмір сүрді? Пайғамбарымыз 10-шы хижри жыл қайтыс болды. Қараңыз, пайғамбарымыздан кейін тағы қанша жыл өмір сүрді? Демек Алла тағала өміріне береке берді. Және мына хадисті айтып жатқан кезде менің жалғыз қызым бар, менен мұра алатын, маған мұрагер болатын деп жатса, қайтыс болған кезінде тарихшылар айтады, артында 17 ұл, 12 қыз қалды дейді. Немесе керісінше. Қазір күмәнданып тұрмын, 17 қыз, 12 ұл, немесе керісінше. Қараңыз, артында қанша ұрпақ қалды? Қанша ұрпақ қалды? Және сондай үлкен тарихи оқиғаларда бұл кісі қатысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрі қарай дұға етіп жатыр. Аллахумма амди ли асхаби хижратахум ва ла таруддахум ала ағқабихим. Алла тағала
менің сахабаларымның хижретін, Алла жолындағы Меккеден Мәдинаға көшуін қабыл ет, оларды кері қайтара көрме. Ләкинил баису Са'д ибн Хаулата ярси лаху Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ан мата би Макка. Бірақ бейшара Са'д ибн Хаула деп айтты. Артынша, бірақ Са'д ибн Хаула ол бейшара ғой деп айтты. Са'д ибн Хаула деген кім? Са'д ибн Хаула деген Меккеден Мәдинаға исламды қабылдаған, бірақ Меккеден Мәдинаға хижрат жасамай қойған. Енді әртүрлі ғұламаларымыз версия айтады. Бір версияда, яғни бір нұсқасында не үшін бұны айтты дегенде, өйткені ол кісі исламды қабылдады, бірақ Меккеден Мәдинаға хижрат жасамады деді. Ондай болса, пайғамбарымыз не үшін оған жаны ашып жатыр? Хижрат жасамаған үшін. Меккеден Мәдинаға хижрат жасамаған үшін. Ал ол уақытта Меккеден Мәдинаға хижрат жасау міндетті болды. Бұл үкім қашан тоқтады? Мекке мұсылмандардың қаласына айналғаннан кейін тоқтады. Оған дейін Меккеден Мәдинаға хижрат жасау міндетті еді. Бірінші себебі. Және тағы бір екінші нұсқасы бар екен. Екінші бір ғұламалар айтады, жоқ дейді, وَقِيلَ هَاجَرَ وَشَهِدَ بَدْرًا ثُمَّ انصَرَفَ إِلَى مَكَّةَ وَمَاتَ بِهَا. Ол кісі Мәдинаға көшіп барған дейді. Тіпті Бәдір соғысына да қатысқан дейді. Бірақ Бәдір соғысынан кейін, я Расулалла, мен кеттім, маған Мәдина ұнамады, немесе бағанағы одан да өзімнің үйім жақсы екен деген сияқты, сондай сол жақта тұра берейін деген, сондай әртүрлі себептерді айтып, қайтадан Меккеге көшіп кетті дейді. Меккеге көшіп кетті. Егер бұл нұсқамен алатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісінің хижратының күйіп кеткеніне жан ашып жатыр. Мүлдем хижрат жасамаған үшін емес, хижрат жасады, бірақ хижраты толық болған жоқ, қайтадан Меккеге қайтып, хижраты күйіп кетті. Және тағы бір нұсқада былай деп айтылған екен: Хаджара илал хабашати ва шахида бадран ва гайраха ва туфия би Макката фи хаджатил вада. Үшінші нұсқада ол кісі Хабашаға хижрат жасаған, Мәдинаға да хижрат жасап, одан кейін Бәдірге де қатысқан, бірақ сол қоштасу жылы қайтыс болды деген осындай да бір ғұламалардың көзқарасы бар екен. Егер бұнымен алатын болсақ, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинада жерленбеген үшін оған жаны ашып осы сөзді айтып жатыр. Бірақ оның хижраты толық. Неге? Өйткені ол өздігінен Меккеде қалуды таңдаған жоқ. Енді қайсысы болды? Аллаху алам. Мына жерде хадис риуаят еткен имам Зухри: ярси лаху Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ан мата би Макка. Меккеде қайтыс болған үшін солай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайғырып айтты дейді. Яғни Са'д ибн Хаула деген, енді иншалла сен әлі қайтыс болған жоқсың, мүмкін Алла өміріңе береке берер, сөйтіп сен бағанағы айығып кетерсің, алда көптеген дінге пайдаң тиер, қызметің көп болар деп Са'д ибн Аби Уаққасқа айтып жұбатып жатыр. Бірақ енді мына жақта қайтыс болып кеткен сахаба бар, бірақ Са'д ибн Хаула ол бейшара осында қайтыс болды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған жаны ашып жатыр. Muttafaqun alayhi хадисті имам Бухари және Муслим риуаят етіп жатыр. Енді осы хадиске қатысты имамдарымыз айтады, бұл хадистен алатын пайдаларымыз дейді. Біріншісі: يجوز ذكر المرض لغرض صحيح من نحو مداواة أو دعاء رجل صالح. Бірінші алатын пайдамыз: дәрігерге емдеу үшін, сізді емдеу үшін, немесе бір ізгі кісіге сізге дұға жасау үшін ауруыңызды айтсаңыз болады деді. Ауырып жатсаңыз, қатты қиналып жатырмын деп айтып, мысалы қай жерің ауырып жатыр десе, мына жерім ауырып жатыр деп айтуға болады. Дәрігерге айтуға болады дейді. Ол емдеу үшін сізді енді сұрайды, қай жерің ауырып жатыр деген сияқты осындай сұрақтарды қояды.
Сол кезде айтуға болады дейді, немесе бір адам сізге дұға жасау үшін, бір сізге жақсы адам болса, сол сізге дұға жасау үшін ауруыңызды айтуыңызға болады. Ал басқа жағдайда айту шағымдану болып кетеді. Мысалы, жай адамдар сізге зияратқа келді, ауырып жатырсыз, қалай жағдайың деп, альхамдулилля, шүкір, Алланың жазғанына шүкір деп жауап бересіз. Солай жауап бергеніңіз дұрыс. Ой, қиын болып жатыр, үйтіп жатырмын, түнімен ұйықтай алмадым, бүйттім. Жан ашыса жан ашитын шығар, бірақ не дейді? Алла жеңілдігін берсін, Алла шипа берсін дейді. Басқа не айтады сізге? Сол үшін де кез келген адамға ауруыңызды айтып шағымдана беру дұрыс емес. Альхамдулилля, Құдайға шүкір, енді әйтеуір үміт Алладан деп қысқа айтсаңыз, онсыз да олар сізге дұға жасау үшін келіп тұр. Сіз айтпасаңыз да сізге дұға жасайды. Алла шипасын берсін, жеңілдігін берсін, айығып кет деп дұға жасайды. Сол үшін де қажет болмаған кезде ауырып жатқаныңызды айтудың қажет жоқ. Енді жай ғана тек қана бағанағы хабар беру тұрғысынан дәрігерлер не деп жатыр, қандай диагноз қойды деген сияқты сондай сұрақтарды қойса, мынандай деп жатыр деп айтсаңыз болады. Ақпарат беру тұрғысынан. Ал бірақ шағымдану тұрғысынан айту дұрыс емес. Ой, қиналып жатырмын, үйтіп жатырмын деген сияқты осындай сөздерді айту дұрыс емес. Бір Біріккен Араб Әмірлігінде 2012-13 жылдар сабақтарда болды, жаздың уақытында. Сол кезде бір кісі осындай керемет рухани сабақтар өткен еді. Аядатул Кубайси деген, Алла ол кісіні мейіріміне бөлесін, қайтыс болып кетті. Сол кісінің айтып берген бір оқиғасы бар еді. Бір ғалымды дейді, ғалым болғанда, тақуа, сондай раббани ғалым. Сол кісіні ауырған кезде зиярат етіп бардық дейді. Барып, қалайсыз, жағдайыңыз қалай деген кезде ол кісінің жауабы «Куллу ма фа'алал махбубу махбуб» деген сөз болды дейді. Арабша, енді араб кісілер ғой. «Куллу ма фа'алал махбубу махбуб». Мағынасы сүйіктімнің әрбір ісі сүйікті деп жауап берді дейді. Сүйіктімнің әрбір ісі сүйікті. Яғни, Алла тағаланы мен сүйемін, Алланы жақсы көремін. Алланың маған жасап жатқан әрбір ісі мен үшін жақсы, мен үшін қайырлы. Мен оның ісін жақсы көремін деп жауап берді дейді. Қарасаңыз қандай керемет жауап. Енді сізді ауыртып жатқан кім? Ауру берген кім? Алла тағала. Енді ақида тұрғысынан ауыртатын Алла тағала, шипа беретін де Алла тағала. Бірақ әдеп тұрғысынан біз ауыртатын Алла деп айтпаймыз. Ауыртатын Алла деп айтпаймыз. Қай тұрғыдан? Әдеп тұрғысынан. Мысалы, Құранда «Ихдина сиратал мустақим». Фатиханы бәріміз оқимыз. Алла тағала бізді тура жолға бастады. «Сиратал лазина ан'амта алейхим». Сен нығметке бөлегендердің жолына. Мағынасы, сен нығметке бөлегендердің жолына. «Ғайрил мағдуби алейхим уладдаллин». Ашуға ұшырағандар мен адасқандардың жолына емес. Сен нығметке бөлегендер. Мына жерде енді тура сол немен алатын болсақ, қалай болу керек? Сен оларға ашуланғандар және сен оларды адастырғандардың жолына емес. Негіз солай болу керек. Бірақ әдеп тұрғысынан қалай айтылып жатыр? Мағдуби алейхим, ашуға ұшырағандар деп. Сен оларға ашуланғандар деп жатқан жоқ. Алланың ашуына ұшырағандар және адасқандар деп. Алла тағала бізге Алламен, өзімен қандай мәміледе болуымыз керек, әдеп қалай болу керек, соны айтып жатыр. Мысалы, тағы бір аятта Ибрахим алейхиссалам айтады: «Аллази халақани фахуа яхдин». Ол Алла мені жаратты және ол мені тура жолға бастайды деді. «Валлази хуа ютаимуни ва ясқин». Және ол мені тамақтандырады, әрі сусындандырады. «Ва иза маридту фахуа яшфин».
және мен ауырып қалсам, ол маған шипа береді дейді. Қараңыз, ауыртып шипа береді деп жатқан жоқ, ауырып қалсам шипа береді деп жатыр. Бірақ негізі ауру да Алладан, шипа да Алладан. Біз мысалы сол үшін де ғұламаларымыз айтады, мысалы Алла тағалаға дуа жасаған кезде, уа әлемдердің жаратушысы, уа күннің раббысы, уа айдың раббысы, мысалы Алла тағаланы ұлықтаған кезде осындай дұғалар жасалып, уа бағанағы жұлдыздарды жаратушы, уа аршының раббысы деген сияқты. Алла тағала барлық нәрсенің жаратушысы ғой. Бірақ солай бола тұра, бағанағы шошқаның жаратушысы, иттің жаратушысы деп дұға жасауға бола ма? Жоқ, болмайды. Ұлы нәрселерді, үлкен нәрселерді Алланы ұлықтау үшін айтасыз, бірақ әлгіндей нәрселерді айтуға болмайды. Ол не болады? Әдепсіздік болады. Алла тағала сынақ берген кезде ауру деген, енді Алланың ісін адамдарға шағымдану, ол да әдепсіздік болады. Алла тағала сізге әкеңізден де анаңыздан да мейірімді. Сіз енді сізге мейірімдірек болған жаратушыңызды басқа адамдарға айтып шағымданбайсыз ғой. Олар кейде мысалы жай ғана дос ретінде, таныс ретінде, енді міндетіміз ғой деп сізді зиярат етуі мүмкін. Бірақ сіз сияқты олар қиналып жатыр ма сіздің ауырғаныңызға? Жоқ, қиналып жатқан жоқ. Ешқайсымыз өйтіп қиналмаймыз. Дұрыс па? Бір жақын туысқанымыз болмаса, баламыз, басқа немесе әкеміз, сондай бір жақын адамымыз болмаса, кім досы үшін қатты қиналып, сол ауырса бірге ауырып жатыр? Өте сирек. Шыққаннан кейін, мысалы, барғанша көлікте әзілдесіп барамыз, дұрыс па? Приколымызды айтып, шыққаннан кейін тағы да солай кетеміз. Демек, біз оның ауырғанына қатты қиналып жатқан жоқпыз ғой. Тіпті жаназаға да тура солай барамыз. Дұрыс па? Әзілдесіп күліп барамыз да, барған кезде қайғырған болып, бағанағы көңіл айтамыз да, шыққаннан кейін қайтадан әзілдесіп кете береміз. Тас түскен жеріне ауыр дейді. Шынайы жақын туысқандары солар қиналып жатыр. Енді сізге ондай жанашыр болмаған адамдарға сіз анаңызда мейірімді болған Алланы айтып, Алланың үстіне шағымданасыз ба? Ол дұрыс емес. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, мына жерде Саад ибн Аби Ваққас пайғамбарымыздан дұға алу үшін айтып жатыр. Көріп тұрсың ғой, мен ауруым күшейіп кетті, осында өліп қалуым мүмкін деп, бір жағынан пәтуа сұрау үшін айтып жатыр. Тек қана, яғни сондай бір дұрыс ниетпен, мақсатпен ғана айтуға болады. Одан кейін екінші бұл хадистен алатынымыз ибахату жам'ил мали мин вajhin халалин ва ла ю'адду залика минал канзи иза кана сахибуху юадди хаққа. Егер адам адал жолмен дүние жинаса, және сол дүниесінің ақысын беріп тұратын болса, яғни зекетін беріп тұратын болса, онда дүние жинауға рұқсат. Саад ибн Аби Ваққастың артында дүние қалып тұр. Демек, ол дүние жинады. Дүние жинау харам емес. Бұны не үшін айтып жатырмыз? Өйткені Абу Зар деген сахаба, енді ол кісінің өзінің жеке көзқарасы, басқа ешқандай сахабалар оған келіспеген. Ол кісі айтқан, үйіңде жатқан артық ақшаның барлығы әлгі Құранда келген қазына жинау деген әрекетке кіреді деген. Қазына жинау деген қандай? Құранда Алла тағала айтады: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Күміс, алтын жинағандар дейді. Кәніз деген қазына деген сөз ғой. Енді қазына деген үйіне немесе бағанағы басқа жерге әйтеуір қазына етіп жинап жатқандар дейді. Алтын, күмісті. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Және Алла жолында оны сарып етіп жатқан жоқ олар. Жинап жатыр. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Оларды ауыр күйзелтетін азаппен сүйіншіле дейді пайғамбарымызға. يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Ертең қияметте сол алтындары, күмістері ерітіліп, үтік болып олардың маңдайларына басылады.
фатуква биха джибахум ва джунубухум, жандарына басылады және арқаларына басылады деді, үтік болып. Не үшін олай айтылып жатыр? Өйткені біреу сұрап келген кезде оның ең бірінші кезекте шекесі тыржияды деді. Ұнатпай шекесі тыржияды, сол үшін бірінші шекесіне басылады деді. Кейін бұрылады, сол үшін жанына басылады дейді. Кейін арқасын беріп кетіп қалады, сол үшін арқасына басылады дейді. Және айтылады дейді, міне осы сендердің жинаған дүниелеріңнің дәмін татыңдар деп оларға айтылады деді. Абу Зар радиаллаху анху осы аятты негізге алып айтады, ешқандай ақша жинауға болмайды деді. Ешқандай ақша жинауға болмайды деді. Ақша жинадың ба, болды, сен осы аятқа кіріп кетесің деді. Артық ақша тиісті орында жұмсалу керек деді. Бұл ол кісінің жеке ұстанымы. Бірақ мына жерде пайғамбарымызға Саад ибн Аби Ваққас айтып жатыр, я Расулалла, артында дүние қалып тұр деді. Демек артыңыздан дүние қалдыру ол мубахис болып табылады, егер адал жолмен тапсаңыз және зекетін беріп отырсаңыз. Ал енді зекетін бермесеңіз, онда дүниеңіз харам болып қалады да бағанағы аятқа кіріп кетесіз. Демек, жиналған дүниенің ақысын беріп отыру керек. Одан кейінгі хадистен алынатын тағы бір нәрсе дейді, as-sadaqatu aw al-wasiyatu fi marad maut la tajuzu bi akthar min ath-thuluth illa bi ijazati al-waratha. Өлім төсегінде жатып берілген садақа немесе өсиет 1/3 ғана амал етіледі, қалғанында тек қана артындағы мұрагерлердің разылығымен рұқсат етіледі деді. Артындағы мұрагерлер біз рұқсат береміз десе, ол кезде ары қарай 1/3-нен көп мөлшерде садақа етіп беруге болады. Және ол нәрсені айтып кеттік. Одан кейін юсабул инсану аля амалихи бинiyatihi wal infaqi ala al-iyali fihi ajrun. Wal infaqu ala al-iyali fihi ajrun idha qasada al-insanu bihi wajha Allah ta'ala. Адам ниеті дұрыс болса, кез келген амалына сауап алады. Және отбасыңызға дүние сарып ету, егер Алла разылығы үшін болса, онда ол да сауап деді. Яғни аузына салған тамағыңыз үшін сауап алсаңыз, онда бағанағы әйеліңізге гүл алып келсеңіз, ол да сауап. Енді ол жерде әрбір талына есептелеме, немесе әлгі әрбір любит, не любит деп жұлынатын жапырақтарына есептелеме, бір Алла біледі, енді қалай есептелетін, бірақ ол да садақа болып табылады. Және وَيُرَاعَ فِي الْإِنْفَاقِ وَالصَّدَقَاتِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ. Тағы бір туысқандарға садақа берген кезде ең бірінші жақыннан бастаған абзал болады, соған көңіл бөлу керек деді. Яғни осы хадистен алынатын пайдалар. Енді осы бапта келген басқа да хадистер бар. Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаху ва бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Алла баршаңызға разы болсын. Иншаллах алдағы сабақтан бастап енді